Сізге аса пайдалы бірнеше кеңес. Айналаңа дүниені сүйетін адамдарды жинап алма, олармен бірге көп жүрме. Себебі бірдеңеге мұқтаж болғанда ондай адамдар сені тастап кетеді. Ал байып кетсең, олар саған көре алмастық ететін болады. Біреудің ақылды я ақылсыз екендігін қалай білесіз? Ол былай. Егер сіз оны сыйлаған сайын, ол сізді де сыйлап, кішіпейіл болса, онда ол бір ақылды адам болғаны. Ал егер сіз оны сыйлаған сайын, ол тәкаппарланып, өзін жоғары көріп қалса, шалқайса, онда ол бір ақылсыз адам болғаны. Бір сәттік сабыр сізді өмірлік өкініштен құтқарып қалады. Аллаға жәннатқа кіру үшін немесе тозақтан құтылу үшін құлшылық етпе, бірақ тек ол ғана құлшылық етуімізге лайық болған үшін құлшылық ет. Дүниенің ең үлкен кемшілігі сол, онда еш адалдық жоқ, шынайылық жоқ. Тек Аллаға ғана үміт арт, Алладан ғана күт. Ал мына дүние сені үнемі түсіргеннен басқа ештеңе білмейді. Сахаба Хазірет Әли